Теміртауда 2004-2006 жылғы жасөспірімдер арасында волейболдан қала чемпионаты өткізілуде. Жарысқа шаһарымызды мектеп оқушыларынан бөлек колледждер мен университет студенттері қатысып, жеңісті қолдан бермеуге барынша тырысуда. Бұл чемпионат біздің қаламызда алғаш рет өткізілуде. Жалпы мақсат жасөспірімдердің спортқа деген сүйіспеншілігін ояту, сондай-ақ жасөспірімдер арасындағы волейболды насихаттау. Олар жарысқа қатысу арқылы көп уақытты тиімді өткізеді және одан ләззат алады. Командалар арасындағы іріктеу кезеңде өз мәресіне жетті. Енді алда тек шешуші кезеңдер қалды. Жалпы ойынның чемпиондық атағына таласып, финалдық бәсеке үшін бақ сынасатын құрамалар қатарында Теміртау жоғары политехникалық колледжі мен техника-экономикалық колледжінің командасы және Қарағанды индустриалды университетінің студенттері бар. Ойын жақсы өтіп жатыр, қызықты. 4-ші, 2-ші, 6-ші мектеппен 3 ойын өткіздік. Бір ойын қалды, финал. Дайындығымыз жақсы, дайындалып жатырмыз. Жеңеміз деген үміт бар. Болашақта осындай чемпионатқа қатысып, универдің атын шығарамыз. Шешуші ойын 11 қарашаға жоспарланып отыр. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаз командалар ақшалай сыйлықтарға ие болмақ. Шұғла Баймұхан, Кристина Кириченко, Жахангер Қуанышбаев, Теміртау жаңалықтары.